Сәлем достар, сіздермен бірге кино айтушы. Мен бүгін сіздерге 2018 жылы шыққан қытайлық триллер жанрындағы қызықты «Бесконечная петля» фильмінің қысқаша сюжетін баяндап беретін боламын. Бейне басталмас бұрын каналға жазылып лайк басып кетіңізші. Бұл сіздер үшін бірнеше секундтық іс, ал біз үшін үлкен қолдау. Ендеше кеттік. Таулы жолда қыздың көлігі бұзылып қалып, оған жолда көлік тоқтатуға тура келеді. Жүк көлігін өткізіп жіберген ол сымбатты көрінетін жігіттің көлігіне отырады. Алайда ол күтпеген жерден өзінің орындығының қасынан адамның қолын байқап қалады. Ал бейкүнә көрініп тұрған жігіт шындығында маньяк. 1 минуттан кейін көлікті тоқтатқан жігіт гаишник гүлішпен қызды сабалап тастайды. Бірнеше күн өткесін дәл сол жолмен бірнеше жолаушы кетіп бара жатыр. Радиода көрші жолда апат орын алып, жолдың бәрі жабылып қалғанын хабарлауда. Жүргізуші қиылысты айналып өтуді сынады. Ешкім қарсы болмағасын Тони алдын ешқашан өтпеген туннель бойымен жүре бастайды. Кенеттен жолдан бір еркек оларды тоқтатып автобусқа отырады. Газет оқып отырған Лей оған іздеу салынғаны жайлы мақаланы көріп ақырында пышағын алады. Сонымен қатар автобуста 2 әйел бар: бастаушы модель Сара және жүкті Зен. Және егіздер Фанк пен Фарк. Фанк аутист секілді, бірақ әпкесі үнемі қасынан табылады. 20 минуттық жүруден кейін де автобус туннелден шыға қоймай, Тони бірдеңенің дұрыс емес екенінен күдіктене бастайды. Ол елдегі ең ұзын туннелдің өзі 11 шақырым құрайтынын, ал оны өту 10 минут алатынын жақсы біледі. Сондықтан да қайта бұрылып өздерінің ескі жолдарына оралатын болып шешеді. Бірақ 30 минуттық жолдан кейін де туннелдің шеті көрінер емес. Тони автобусты тоқтатып барлығы сыртқа шығады. Зен осыдан 1 сағат алдын кіреберісте түсіріп алған телефон тауып алды. Туннелдің ерекше екені түсінікті болады. Ал жолаушыларды сабырға шақырған Ли жаяулатып бармақ, көмек шақыру үшін. Бірақ сақтығы үшін жіп алмақ. Бір басын өзі ұстаса, екінші басын Ван ұстайтын болады. Жолда мінген еркекте оған көмектесуге тырысуда. Ли қалап тұрмаса да келіседі. Еркектің есімі Шиен екен, бірақ ол өзінің отбасы туралы не жұмысы туралы айтқысы келмейді. Көп өтпей айналаны тұман баса бастап, автобустан 2 фигура көрінеді. Сөйтсе бұлар басқа жақтан келген Чен мен Ли екен. Жіптің бір басын ұстап тұрған Ван тартып қалады. Екеуі бір-бірінің қасында тұрғанына қарамастан Шеннің қолында тұрған жіп тартылады. Демек тікелей туннель адамдарды қайта бір орынға алып келеді. Қайталана беретін уақыт секілді. Ли барлық азық-түліктерді жинап, оны ақылмен құртуды сынады. Осыдан кейін еркектер туннельді қарауға аттанса, әйелдер мен Фанк автобуста қалады. 30 минут қана өтті, бірақ ұйықтап кеткен Зен қайта оянғанда автобустың шаң басқанын байқайды. Осы сәтте еркектерде оралып, автобусты жартылай бұзылған қалпында тауып алады. Тони азық-түліктердің бұзылып кеткенін байқайды. Туннелдің шексіздігі аздай, бұл жерде уақытта басқаша жылжитын секілді. Сыртқы әлемдегі 1 сағат бұл жердегі аптаға тең. Көтпеген жерден жарық сөніп қалып қайта қосылғанда Ли жоғалып кетеді. Жерде қанның іздері оларды қандай да бір қабырғаға алып келеді. Оны сындырғандарында ішінде жоғалып кеткен адамдарға іздеу салынған фотоларға толы бөлмеге тап болады. Көптеген кесілген қолдар және ең бастысы осы орынның инженерлік схемасы. Схемада бұл жерде 6 бөлек туннелдің бар екені сызылған. Шиен біз барлық 6 туннельде кесіп өтуіміз керек деген тоқтамға келеді. Бөлмені тағы қарап бір уақытты көрсететін бір түрлі күнтізбені тауып алады. 15 шілде, оның ар жағында ағашты есік. Ішке кіргендерінде теледидар қосылып, оларға үңгірде қамалып қалған әйелді көрсетеді. Топ 2-ші туннельге келіп өздерінің автобустарын табады. Көп өтпей олар бұл орын басқа сағаттық белдеуде орналасқанын анықтайды. Автобустан азық-түлік іздеген олар лапша тауып алады. Алайда кенеттен орындықтан тауып алған пистолетті Тони жолаушыларға бағыттап лапшаны беріңдер деп талап етуде. Барлығы бойұсынып, көп өтпей олардың қарындары аша бастайды. Шыдай алмаған Сара Тониге барып лапшаның орнына өзінің денесін сынады. Еркек келіседі. Сынатын ештеңесі жоқ. Ван білдіртпей барып лапшаны ұрлайды. Бірақ бұны Тони біліп қойып, еркекті өлгенше сабалап тастайды. Оны өлтіріп тастаймын дегенше белгісіз біреу оның артынан соққы жасайды. Қалған жолаушылар өлімді көріп қатты қорқып кетті. Ван арпалыс барысында түсіріп алған лапшаны іздеп автобустың астына қарап люкті тауып алады. Люк арқылы олар тағы да бір бөлмеге тап болады. Адам денесінің бөлшектерімен бір түрлі картинкалар бар. Ал теледидарда үңгірде батып жатқан әйел көрсетілуде. Дәл сондай күнтізбенің артынан есік табады. Енді олар ылғалды әрі қараңғы туннельге тап болды. Автобус мұнда да бар, бірақ іші жыландар мен тышқандарға толы. Әбден қарны шырқыраған Ван шіріп кеткен лапшаны жеп жатқанда, оған шана ашқан Зен өзінің печеньесін береді.
Алайда Ван рахмет айтудың орнына барлық пакетті сұрауда. Бас тартқан кезде пистолетті алып барлық печеньені тартып алады. Ван бір тоқтамға келеді. Егер олардың біреуі өлетін болса, олар құпия жолды табады. Сондықтан да біреуін өлтірейін деп шешеді. Шиен оны сабырға шақыруға тырысып жатқанда Зенге еркектің иығына қарай оқ атуға мәжбүрлейді. Осыдан кейін егіздерді көрші бөлмеге апарып, оларды соққының астына алады. Парк өз анасын құтқаруға тырысқанда Ван оны өлтіріп тастайды. Сараны да тұншықтырып тастағысы келген, алайда бұны істеймін дегенше біреу оның артынан тығып алады. Екі адамның өлімінен кейін топ құпия жолды табады. Төртінші туннельге жеткен кезде Зеннің уақытта келеді. Жаралы Шиен мен Сара автобусты көруге аттанады. Сарада галлюцинация басталып, туннель бойынша жүріп көптеген адамдардың мәйітін көреді. Жерден айнаны тауып алып, оны көтеріп қарап тұрғанда, белгісіз біреу оны артынан келіп өлтіреді. Шиен қайта оралса, Зен босанып алыпты. Олар алға жылжып бара жатқанда нәрестенің тыныс алмай жатқаны белгілі болады. Күтпеген жерден Зен пышақты алып, оны Шиенге тығып алады. Кенеттен зертханада есіне келген Шиен өзінің қандай да бір экспериментке қатысқанын түсінеді. Келесі сценада бізге туннельдің құпиясы ашылатын әскерилердің құпиялы жиналысын көрсетеді. Генерал адам өлтіруші Джеймстің көлік апаты салдарынан коматоздық жағдайда жатқанын баяндауда. Бұған дейін ол бірнеше әйелді ұрлап кетіп өлтірген екен. Бірақ оларда араларындағы біреуі Сиара әлі тірі деген болжам бар. Бірақ олардың ешқайсысы қыздың қайда қамаулы отырғанын білмейді. Маньяктың өзінен басқа, ал маньяктың өзін сұрақтың астына алу мүмкін емес, комада жатқандықтан. Әскерилер Мей институты ғалымдарынан көмек сұрапты. Джеймстің жадына дейін жетіп, оның түп санасына жету үшін. Кеше институттың үздік ғалымдарының бірі Шиен Джеймстің түп санасына кіріп, ол жерден қандай да бір мағлұматты таба алыпты. Сөйтсе жоғалып кеткен Сиара оның жұбайы екен. Сонымен қатар әйелдің Сиан өзенінен алыс емес жерде жасырылғаны жайлы ақпаратты таба алыпты. Қазір қатты жаңбыр жауда екен. Шиенге тағы да Джеймстің ойына кіру қажет. Әйелдің қайда жасырылғанын нақты орнын таба алу үшін. 15 шілде күні қылмыскердің екі ата-анасы қайтыс болғанын біле алыпты. Сол күні күйеуі әйелінің жүргізушімен арасында романы бар екенін біліп қойып, екеуінің арасында үлкен ұрыс болған. Әйелі өз-өзіне қол жұмсама салдан күйеуіне қарай пышақ жұмсаған екен. Бұл тапқандарына қатты таңырқаулы болған Шиен Джеймстің тек қараңғы жақтары ғана емес, сонымен қатар жақсы жақтары да болғанын айтады. Сөйтсе Джеймс туннель инженері болып жұмыс істеген екен. Комаға түскен сәтте өзінің басында туннель құрастыра бастаған себебі де сол. Шиеннің оның ойына кірудегі мақсаты оны осы тоқтаусыз уақыт секіліне шығару болған. Алайда оның ойында бір адамның бірнеше тұлғасы болады деп ойламаған екен. Араларындағы ең үздігі ақылды Лей болып шыққан. Олар Лей басымдық алып, Джеймсті осы жерден алып шығады деп үміттенген екен. Өкінішке орай ол туннельде жарық сөнгеннен кейін жоғалып кетті. Ал екінші тұлға Тони соңында қатал адамға айналып кеткен. Бұл Джеймстің жауыз тұлғасының көрінісі. Ал үшінші және төртінші тұлға Ван мен Сара болған. Олар өз кезегінде ата-анасының проекциясы, өйткені Джеймстің әкесі сақтандыру агенті, ал анасы модель болған. Бұл Сараның мінезінде көрінген, Тониге тамақ үшін денесін бергенде. Ал бесінші анасының идеалды кейпін еске салатын Зен, бірақ ол да маньяктың қараңғы жақтарын басуға қауқары болмаған. Ал алтыншы және жетінші оның балалық кезіндегі тұлғасына сәйкес егіздер. Және тағы соңғы құпиялы тұлға бар, автобустың ішінде болмаған. Дәл сол тұлға Тониді және Ванды өлтірген. Тағы да көбірек білу үшін Шиенге тағы бір эксперимент керек. Эксперимент келесі күні басталып, бұл жолы Шиен тікелей Джеймске қарсы тұрып, әйелінің нақты мекен-жайын сұрай бастайды. Бірақ маньяк сұраққа жауап берудің орнына қалай әкесін өлтірген, өзінің анасын жек көретінін баяндауда. Дәл осы себептен де ол әйелдерді ұрлап кетіп өлтіреді екен. Шиен қулыққа барып, Джеймстің ең әлсіз тұлғасы аутист Фанкке барады. Бірақ оны кенеттен егіз әпкесі алып кетеді. Күтпеген жерден кинозалға ауысқан Шиен Джеймстің ең зұлым тұлғасы туннельдегі орын алған өлімдердің бәріне себепкер болған белгісіз тұлғамен кездеседі. Қызығы бұл Шиеннің өзі екен. Джеймстің түп санасы шатасып күрделі болып кеткені сонша, егер кімдегі оның түп санасына қарайтын болса, Джеймстің өзі секілді, яғни маньяктарша ойлай бастайды екен. Зұлым Шиен Сиараның тірі қалғанын қаламаған, сондықтан да туннельдің ішіндегі адамдарды бірінен соң бірін өлтіре бастаған. Жаңа туылған нәрестесінде қоса, күтпеген жерден сценада қорқып қалған аутист бала мен Джеймстің әйелі пайда болады. Бала Сиараға жақындап оны өлтірмек, бірақ жақындап келген сәтте өз ойынан қайтады. Осы сәтті пайдаланған нағыз Шиен баланың қасына барып, Сиараның қамалып жатқан жерінің нақты мекен-жайын билікке айтуды өтіне бастайды. Таңғаларлығы Фанк келседі және кетеді. Зұлым Шиен оны басқа орынға ауыстырып, олар финалдық арпалысқа дайындала бастайды.
Екеуі төбелесе кетіп, нағыз Шиен өзінің жеңімпаз болатынына сенімді бола бастағанда, зұлым Шиеннің тағы бір клоны пайда болады, өзінің ешқашан жеңілмейтінін білдіріп. Ал өзенге жаңбыр қойып, Сиара су астында қалудың азақ алдында. Ал Джеймстің түп санасында жүрген нағыз Шиен мені өз әлеме қайтар деп өтінуде, бірақ оның көшірмесі бас тартады. Нағыз Шиен егер өзін өлтіретін болса, зұлым Шиеннің де өлетінін түсінеді. Бұнымен бірге Джеймстің ішіндегі барлық зұлым тұлғалар да кетеді. Осылай өзінің жоспарын істеуге кіріскенде, зұлым Шиен жойыла бастайды. Ауруханада өз есіне келген маньяк Джеймс мүлдем басқа адам болып оянып, дереу арада Сиараның нақты мекен-жайын айтады. Билік Сиараны өлім алдында жатқан соңғы сәтінде құтқарып қалады. Ал Шиен қайта оянар емес. Фильм соңында бізге Шиеннің шексіз туннелдің ішінде кезіп жүргенін көрсетеді. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз, қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған кино Айтуша.